2014 жылы қаржы нарықтарының талдауымен айналысатын Standard & Poor's рейтингтік агенттігі әлем халқының қаржылық сауаттылығын зерттеген еді. Осы зерттеудің мәліметтері бойынша Қазақстанның қаржылық сауаттылық көрсеткіші небәрі 40%-ді құрады. Демек, халықтың басым бөлігі қаржы туралы қарапайым дағдылар мен білімге ие емес болып шыққан. Ендеше, кәсіпкерге қаржылық сауаттылық қажет пе? Және ол нені білдіреді? Бүгінгі сабақта осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сізбен бірге қарапайым қаржылай сауатсыз адамның портретін құрастырайық. Мысалға, оның аты Азамат болсын. Азамат айына 150 мың теңге табатын қарапайым менеджер. Ол қалада досымен пәтер жалдап тұрады. Азамат жалақысын айдың басында алады, бірақ айлығы өзіне үнемі жетпей жүреді. Өйткені күнделікті шығындардан басқа кейде өз сұлуымен қыдырғысы келеді. Кейде Азамат қыдыруға жалақысының 5/1 бөлігін жұмсайды. Жігіт көбіне қарызға ақша алады, немесе ломбардқа әкесі сыйға тартқан сағатын я болмаса смартфонын өткізеді. Тез байып кетуді ойлайтын Азамат онлайн казинода ойнайды, букмекерлік кеңседе ұтыс тігеді, лотерея билеттерін сатып алады және қаржы пирамидаларына ақша салады. Алайда ол қомақты ақша ұтып алмайды, қайта ұтылған және жоғалтқан ақшаның жалпы санын есептесеңіз, Азамат өзінің бір жылда жалақысының екеуінен айырылып қалғанын көреміз. Сондай-ақ Азамат күн сайын таңертең кофе мен таңғы ас ішіп асханаға 1000 теңгені қалдырады. Шығыс көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ 30 күнде 30 мың теңге, ал жылына 360 мың теңге шығады екен. Бұл Азаматтың шамамен 2,5 жалақысы. Жақында қара жұмада Азамат 2 жыл мерзімге бөліп төлеу арқылы жаңа iPhone алды. Ол 1 жыл бұрын соңғы сатылымда да дәл осылай жасаған болатын. Осылайша шексіз жалғаса беруі мүмкін. Сіз бұл жігітті тандыңыз ба? Ондай Азамат әрқайсымызда бар шығар. Бірақ Азамат қарапайым жігіт қой дерсіз. Бұл жерге кәсіпкердің қандай қатысы бар болуы мүмкін? Ал мен сізге кәсіпкерлер қарапайым адамдарға қарағанда 2 есе қаржылық сауатты болуы керек екенін айтқым келеді. Финансовая грамотность предпринимателя – это самое главное на самом деле. Потому что предприниматель не может быть финансово безграмотным. Нужны элементарные вещи, которые должен знать предприниматель. Да? На какую сумму он может продать, изготовить и продать продукцию, да? И сколько затрат он потратит на то, чтобы ее произвести. Только прибыльное производство может быть выгодно любому предпринимателю. Қаржылық сауаттылыққа алғашқы қадам сіздің қаржыларыңыз туралы ақпаратқа ие болу. Сұраққа жауап беріңізші. Картада, әмиянда және депозитте қанша ақшаңыз бар? Осы айда сіз азық-түлікке қанша ақша жұмсадыңыз? Бұл сұрақтарға қаржы жағынан сауатты адам еш ойланбастан жауап беруі керек болса, бизнесмен мына сұрақтарға жауап бере алуы керек. Клиенттердегі конверсияңыз қалай? Осы айда сізде қанша сатылым болды және сіз қанша ақша таптыңыз? Ақша туралы ақпаратты білу үшін оларды санау керек. Сіз компаниядағы бухгалтерлік есепті жүргізе аласыз, бірақ бұл үшін бухгалтер жалдап арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу қажет. Кәсіпкерлікті алғаш бастаған адамға компьютерде Excel бағдарламасында кесте құрып, соған кірістер мен шығыстар атауымен күнін жазып отыру керек. Мұндай қарапайым есеп сізге ақша ағындарын бақылауға және сіз қанша ақша бар екен және олар қайда екен білуге мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп негіздері туралы толығырақ 44-ші сабақта қараңыз. Вообще предприниматель, если он знает Excel и хоть чуть-чуть бухучет, больше ему ничего знать не надо на самом деле. Потому что Excel сегодня рулит всем. Все финансовые формулы и есть в Excel. Поэтому, если хорошо знать Excel, можно посчитать любую финансовую модель и рассчитать рентабельность предприятия. Тағы бір кеңес. Өз смартфоныңызға қаржы есебі бойынша қосымшаны жүктеп алыңыз. Мысалы, Good Budget немесе CoinKeeper. Компьютерді әрқашан өзіңізбен бірге алып жүре алмайсыз. Ал смартфонға қайда жүрсеңіз де сіздің шығындарыңыз бен кірістеріңізді жазып отыру өте ыңғайлы болмақ. Кәсіпкер меңгеруі тиіс тағы бір дағды. Бұл қаржылық жоспарлау. Для того, чтобы запланировать финансовые затраты, нужно составить план движения денег. То есть прогноз должен быть всегда минимум на год
идеально на 3 года. Вот, кстати, бюджетное планирование на 3 года – это идеальный вариант в моем понимании. Допустим, животноводческая ферма. Да? Коровки кушать хотят каждый день. А учитывая, что это сезонное производство, да, он должен изначально знать, что вот, допустим, осень сенокос, пора сенокоса. Значит, в пору сенокоса сено наиболее дешевое. Зимой сено покупать невыгодно. Значит, ферма должна запланировать наличие средств на период сенокоса, если у него покупные корма. Либо на период, скажем, он должен запланировать средства на период весенне-полевых работ. Да? То есть пиковые периоды в производстве. Ну, элементарно, да, любое животноводство, любое сельское хозяйство составляет технологическую карту. Технологическая карта – это основа любого производства. И у него именно в технологической карте определяются пиковые нагрузки, когда ему нужно саккумулировать денежные средства. А это тоже бюджетирование. Сіз әрқашан қолда бар қаражатты ғана емес, сонымен қатар қандай кірістер түсетінін, оларды жұмсау, үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету және кассалық алшақтықтарға жол бермеу үшін компанияға тиесілі резервтік қорды қалай қалыптастыру керектігін, сондай-ақ алда қандай шығындар болатынын білуіңіз керек. Сіз қаржылық жоспарлау туралы толығырақ нөмірі 36 сабақтан біле аласыз. Қаржылық сауатты кәсіпкердің үшінші дағдысы ол өз қаражатын басқара алу біліктілігі. Малому предприятию надо инвестировать только в собственное производство. Финансовые инвестиции на депозит, ну, про ценные бумаги я вообще не говорю. Это очень сложно, не такие суммы денег у наших малых предприятий, что им нужно думать о ценных бумагах, да? Тем более этот рынок еще не очень развит в Казахстане. Депозиты, да. Депозиты краткосрочные, целевые. Это опять же вернемся к тому движению твоих денежных потоков. Если ты аккумулируешь денежные средства для закупки чего-то там, я не знаю, там, кормов, дизельного топлива, в определенные пиковые нагрузки, да, ты можешь эти деньги аккумулировать на депозите. Это финансовые инвестиции, это нормально. Чтобы не было соблазна их потратить на мобильный телефон. Мысалы, сіз өзіңіздің сұлулық салоныңызда осы айда 500 000 теңге таза пайда таптыңыз делік. Қаражатты қалай бөлуге болады? Барлығын өзіңізге алып, жеке қажеттіліктерге жұмсауға болады. Не болмаса, салонға жаңа креслоларды сатып алуға немесе үй жайда жөндеу жұмыстарын жүргізуге болады. Сондай-ақ резервтік қорды қалыптастыра бастау үшін депозитке ақшаның бір бөлігін салып қойып отыру керек. Есть правила финансового планирования. Все средства должны быть вложены в производство. Все средства должны быть инвестированы. И еще есть одно правило. Намного выгоднее вкладывать в производство заемные средства, нежели собственные. Собственные средства всегда дороже. Сіздің бизнесіңіздің дамуы және өсуі үшін оған салымдар қажет. Жеке қаржыны басқарудың жалпы қабылданған ережелері сізге келіп түсетін барлық ақшаның 15-20%-ын кейінге қалдыруға кеңес береді. Бұл бір мардымды сатып алуларға және күтпеген шығындарды жабуға мүмкіндік береді. Мысалы, сұлулық салонындағы фен немесе шаш машинкалары бұзылып, оларды жөндеуге немесе жаңасын сатып алуға ақша жұмсауға тура келеді. Ол үшін сізде болашақта тез арада ақша іздемес үшін және салонның жұмысы тоқтап қалмау үшін алдын ала қаражат жинақталуы тиіс. Есть главный принцип вообще финансовых инвестиций. Чем выше доходность, тем выше риски. Вот это правило никто не должен забывать. Никогда не вкладывайте деньги туда, где вам обещают доходность выше рыночной. Чем выше доходность, предлагаемая вам, тем выше риски. Төртінші дағды, қаржыны әртараптандыру. Елестетіп көріңізші, сіздің алдыңызда бірнеше себет тұр. Ақшаңызды бөліңіз. Егер себеттердің бірі жанып кетсе, сіз ақшаңыздың басым көпшілігін сақтап қала аласыз. Мысалы, ақшаны әртүрлі банктерде сақтаңыз. Егер бір банк банкрот болса, қалған екеуі сіздің ақшаңызды сақтайды. Егер сіз жеткізушілермен жұмыс істесеңіз, барлық ақшаңызды тек біреуіне ғана жіберуге болмайды. Бұл үлкен тәуекел. Айтпақшы, тәуекелдерді басқару туралы толығырақ нөмірі 47 сабақта қараңыз. Если ты начинающий предприниматель и у тебя недостаточно, лучше вообще не малый бизнес открывать, а 3 микробизнеса. То есть из 3 проектов, микропроектов, если у тебя выстрелит один, это и хорошо, тогда ты легче переживешь потерю денег в 2 малых проектах, в 2 других.
Ну и потом, нужно диверсифицироваться. Если у тебя земля, то, пожалуйста, корова, клубника, я не знаю, помидоры. То есть сельское хозяйство, если брать, то это вообще очень широкий спектр деятельности. Өз қаржылық сауаттылық деңгейіңді арттыру оңай, ол үшін қаржы факультетіне бару міндетті емес. Әр түрлі ұйымдар тегін тренингтер мен семинарлар өткізеді. Интернетте көп ақпарат бар, ол пайдалы мақалалар, бейнероликтер, кітаптар. Қаржы жөніндегі сарапшылар қаржылық сауатты болу үшін кем дегенде 3 кітапты оқуға кеңес береді. Біріншісі Бодо Шефер, қаржылық еркіндігіне апарар жол. Бұл қаржы тәртібі туралы кітап. Екінші кітап Джордж Самуэль Клейсонның Вавилонның ең бай адамы кітабы. Үшінші кітап Анастасия Тарасова, өз-өзіне қаржыгер, қаржылық және бухгалтерлік есептерден алыс адам, қарапайым өмірінде қолдана алатын лайфхак туралы кітап. Әр кәсіпкер қаржылық сауатты болуы керек, өйткені кез келген бизнестің мақсаты ақша табу. Ақшаңызды санауды және оны дұрыс басқаруды үйреніңіз, сонда сіздің бизнестегі табысқа жету мүмкіндігіңіз айтарлықтай артады. Ісіңізге сәттілік тілеймін.